Сәлем достар, маска тіккен болатынмын. Сол масканың сіздерге қалай тіктім, қандай өлшемдер керек болады, соның бәрін видеода көрсететін боламын. Видеоға мұқият назар аударып қараңыздар. Әрбір бөліктері неше сантиметрден екенін сіздерге линейкамен көрсетіп жатырмын. Барлығын осылай қағазға бірінші өлшеп сызып аламыз. Дайын болғаннан кейін матамызға жаңағы қағазымызды қойып, соны қиып аламыз. Мен 4 бөліктен тұрады. Енді осы матамызды, маскамызды бір оң жағын бір-біріне қаратып, алдыңғы бөлігін тігіп аламыз. Түзу тігіспен тігіп шығамыз. Екінші бөлігінде оң жағын бір-біріне қаратамыз да, алдыңғы жағын түзу тігіспен тігіп шығамыз. Видеоға қарап отырсаңыз, міне түзу тігіспен тігіп шықтым. Енді осы екі бөлікті оң жағын бір-біріне қаратып дұрыстап аламыз. Және осы маскамыздың үстіңгі бөлігін түзу тігіспен және астыңғы бөлігін түзу тігіспен тігіп шығамыз. Дайын болды. Енді оң жаққа айналдырамыз. Енді бізде маскамыздың екі жаны қалды. Сол екі жанына біздер жұмсақ резинка орнатып, айналдырып, маскамызды түзу тігіспен тігіп шығамыз. Осындай жұмсақ резинка болады. Осы жұмсақ резинканы маскамыздың екі жағына тігіп шығамыз. Осындай әдемі екі жақты маска дайын болды. Сіздерге ұнаған болса, лайк қойып, комментарий қалдырыңыздар. Және тіркелуді ұмытпаңыз.